7 сынып физика башкаруу кітабынан 128 беттегі 4-6 жаттығудың 13 есебін шығаратын боламыз. Бірінші есеп: суға көлемі 100 см куб болатын дене батырылған. Осы денеге әрекет ететін ығыстырушы күшті анықтаңдар. Жалпы біз Архимед күшін табатын болсақ, ол ρ сұйықтық G V дене. Біздегі ρ сұйықтық суға тең, яғни оның тығыздығы 1000, G 10-ға тең болады. В дененің көлемі 100 см куб. Ол деген сөз 100 көбейту 10-ның -6 дәрежесі метр куб. Осы үшеуін көбейтетін болсаңдар, жауап 1 ньютон шығады. Келесі: керосинге массасы 500 грамм темір кесегі батырылған, ығыстырушы күшті анықтаңдар дейді. Жалпы Архимед күші ол ρ сұйықтық G V дене. Бізде сұйықтығымыз керосин, оның тығыздығы белгілі, ал дененің көлемі белгісіз. Бірақ дененің массасы мен тығыздығы берілген. Сол арқылы өрнектейміз көлемді. Сонда В дененің көлемін М темір бөлінген ρ темір болады. Енді жазам. ρ керосин бізде 8000, ρ керосин бізде 820 көбейтілген G 10-ға тең, ал М темір деп отқандарың 0,5, ρ темірдің тығыздығы 7900 болады. Сонда менде осы үшеуін көбейтетін болсам 0,5 ньютон деген жауап шығады. Келесі: су ішінде массасы 600 грамм, көлемі 0,23 метр куб тасты көтеру үшін қандай күш жұмсау керек дейді. Жалпы мынандай бір судың ішінде тас жатыр. Енді осы тасты көтеру үшін ең бірінші біз тасқа қандай күштер әрекет етеді, соны табуымыз керек. Ол төмен қарай тастың өзінің ауырлық күші болады, ал жоғары қарай бізде Архимед күші және де адамның көтеру күші әрекет етеді. Осы көтеру күшті табатын болсақ, ол бізде mg минус f Архимед болады. Сонда mg деп отқаным 600 көбейтілген 10, f Архимед деп отқанымыз ρ сұйықтық G V дене. Сонда 600-ді 10-ға көбейтетін болсам, ол менде 6000 болады. ρ сұйықтық ол бізде су 1000-ға тең, G 10-ға тең, ал дененің көлемі 0,23. Сонда 6000-нан азайтамын 2300-ді, ол бізде 3700 ньютон болады, немесе 3,7 кило ньютон болады. Келесі есеп: ұзындығы 20 см, көлденең қимасының ауданы 4 см квадрат және тығыздығы 1250 кг бөлінген метр куб дене серіппеге ілініп, тығыздығы 800 кг бөлінген метр куб сұйыққа батырылған. Дененің судағы салмағын анықтаңдар. Егер дене жартылай ғана сұйыққа батырылған болса, динамометр көрсетуі қалай өзгереді дейді. Жалпы мынандай бір суда дене тұр. Енді осы денеге қандай күштер әрекет етеді? Әрине, массасы бар дененің өзінің төмен қарай ауырлық күші болады, ал су тарапынан жоғары қарай бізде Архимед күші әрекет етеді. Енді осы екі күш, осы күштер арқылы біз салмақты қалай табамыз? Дененің салмағын табатын болсам, mg минус f Архимед болады. Не үшін? Себебі екеуі бір-біріне қарама-қарсы, сол себепті минус болады. Осы формуланы пайдаланып, бірінші мен дененің салмағын анықтаймын. mg минус f Архимед. Бізде дененің массасы берілмеген, мен оны өрнектейтін болсам, ρv G минус f Архимед деп отқандарың ρ сұйықтық G V дененің көлемі. Ал енді ρ V деп отқандарың ол S көбейтілген L болады. Көбейту G минус ρ сұйықтық G V дененің көлемі тоже S көбейту L-ға тең болады. Дене полный сұйыққа батып тұр. ρ деп отқандарың ол бізде дененің тығыздығы 1250, S бізде 0,10 4, L 0,2, G 10-ға тең, минус ρ сұйықтың тығыздығы ол бізде ρ сұйықтың тығыздығы ол бізде 800 G 10-ға көбейтем, S ол бізде 0,10 көбейту 0,2. Сонда менде
шығатын нәтиже 0,36 ньютон болады. Бұл бізде дененің салмағы, яғни суға толық батқан кезде. Дененің P2 салмағын анықтау үшін осы P1-ді 2-ке бөлем. Себебі ол жартылай ғана суға батқан екінші жағдайда. Сонда 0,36-ны бөлемін 2-ке, ол бізде 0,18 ньютон болады. Келесі есеп. Алюминийден жасалған бұйымның ауадағы салмағы 15 ньютон. Яғни мынандай бір құры өзі ауада тұратын болса, онда P осы кездегі салмақ бізде mg арқылы анықталады. Ал суға батырылған кездегі салмағы, яғни суда тұрған кезде бұған жоғары қарай F Архимед күші әсер етеді, ал төмен қарай өзінің жаңағы P салмағы әсер етеді. Ал сонда оның судағы салмағы тең болады P ауадағы салмағынан F Архимед күшін азайтқанға. Ал біздегі ауадағы салмағы mg-ға тең. Архимед күшін тауып алам. Алюминийге әсер ететін. Оны табу үшін орындарына қоям. Менің оның судағы салмағы 9-да 5 тең болады. P ауадағы салмағы 15 минус F Архимед. 9-да 5 азайтылған 15. Ол тең болады. Минус 5-те 5 минус F Архимед. Теңдіктің мына бетінде қалды. Мына минус пен минус қысқарады. Сонда оған әсер ететін Архимед күші 5-те 5 ньютон екен. Ал енді мен осыны пайдаланып дененің көлемін анықтаймын. F Архимед бізде ол ρ сұйықтық, G V дене. Сонда V дененің көлемі бізде F Архимед ρ сұйықтық G болады. F Архимед бізде 5-те 5, ρ сұйықтықтардың суға болғандықтан 1000-ға тең болады, G 10. Есептейтін болсақ 0,100,055 болады. Метр куб. Ал енді дененің тығыздығын табатын болсақ, онда ол дененің массасын дененің көлеміне бөлем. Бізде масса қалай табылады? Ол мұна ауадағы салмағынан. Сонда ауадағы салмағын G-ға бөлсем, менде денемнің массасы шығады. Бізде ауадағы салмағы 15, 15-ті 10-ға бөлсеңдер 1-де 5 болады. Сонда мына массаға 1-де 5-ті әкеліп қоям. V деп отқандарың 0,100,055. Осы екеуін бөлсе, менде жауап шығады. 2727 килограмм бөлінген метр куб болады екен. Немесе 2700 килограмм бөлінген метр куб деп алуға болады. Келесі есеп. Бұйымның ауадағы салмағы 5 ньютон, ал оның судағы салмағы 4-те 5 ньютон. Бұйым таза күмістен жасалған ба, әлде оның мыстың қоспасы бар ма дейді. Судағы салмағы қандай болады? P судағы салмағы ауадағы салмағынан F Архимед күшін азайтқанға. Ал енді осы жерден маған керек нәрсе F Архимед күшін табу. Ол деген сөз, P су азайтылған P ауа тең болады минус F Архимедке. Минусты мына жаққа өткізерім бөлу қып. Сонда F Архимед тең болады P ауа минус P су. Сонда біздегі ауадағы салмағы 5, азайтылған судағы салмағы 4-те 5. Сонда 0,де 5 ньютон болады. Бұл бізде бұйымға әсер ететін Архимед күші. Ал енді Архимед күші бізде ρ сұйықтық, G V дене. Осы 0,де 5-ке теңестірем. Сонда мен қазір V дененің көлемін табам. V дене бізде 0,де 5 ρ сұйықтық G. 0,де 5 ρ сұйықтық деп отқандарың су 1000-ға тең, осыны 10-ға көбейтем. Ол бізде 0,100,000-5 метр куб болады. Дәл осылай мен дененің тығыздығын анықтаймын. Ол бізде m бөлінген v болады. Мен массаны оның ауадағы салмағы арқылы өрнектеймін. Яғни ауадағы салмағы бізде mg болады ғой. Осы жерден массаны табатын болсам, ол бізде
5-ті бөлемін 10-ға. Сонда ол 0,5 болады. Массамыз 0,5 болды. Сонда мен массаның орнына 0,5 апарам. Ал біздегі көлемі ол 0,100,000-5. Осы екеуін бөлем 10.000 килограмм бөлінген метр куб болады. Келесі есеп. Герон патшасының алтын тәжінің ауадағы салмағы 20 ньютон, ал судағы салмағы 18,75 ньютон. Тәж затының тығыздығы қандай? Алтынға тек күміс қосылған деп болжап, тәждің құрамында қанша алтын, қанша күміс барын табыңдар. Алтынның орташа тығыздығы 2, оның 4 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб, ал күмістікі оның 4 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб. Жалпы осы тәждің тығыздығын анықтау керек. Біз айттық, дененің судағы салмағын табу үшін оның ауадағы салмағынан Архимед күшін азайтамыз дедік. Судағы әсер ететін. Енді бізде осы жерде Архимед күшін өрнектейтін болсам, ол менде F Архимед тең болады P ауа минус P суға. Сонда оның ауадағы салмағы 20, ал судағы салмағы 18,75. 20-дан 18,75 азайтам. 1,25 ньютон болады. Бұл бізде тәжге суда әсер ететін Архимед күші. Мен осы Архимед күші арқылы дененің көлемін табам. Ол қалай? F Архимед ρ сұйықтық G V дене ғой. Осыдан V денені қорытатын болсам, ол менде F Архимед бөлінген ρ сұйықтық G. Біздегі F Архимед деп отқандарың 1,25, ал ρ сұйықтық деп отқандарың 1000-ға тең болады. Көбейтем G 10-ға. Сонда 0,125 метр куб болады. Ал енді маған керегі дененің тығыздығы. Оны табу үшін дененің массасын оның көлеміне бөлем. Мен көлемді таптым. Бірақ мен массаны қалай табам? Оның ауадағы салмағы арқылы. Бізде ауадағы салмағы mg формуласымен анықталады. Сонда осы жерден m массаны табатын болсам, ол ауадағы салмағын 10-ға бөлетін болсам 2 килограмм. Енді орнына апарып қоям. 2 V дененің көлемі ол 0,00125. Сонда 16.000 килограмм бөлінген метр куб болады екен тығыздығы. Келесі 30 ньютон күш жұмсап тасты су ішінде ұстап тұрған болсаңдар, тастың ауадағы массасы қандай болғаны? Тастың тығыздығы 2500 килограмм бөлінген метр куб дейді. Енді жалпы тас мынандай бір су ішінде тұр. Енді оның массасы болғандықтан mg ауырлық күші болады. Жоғары қарай су тарапынан Архимед күші әрекет етеді, және де жоғары қарай менің өзімнің көтеру күшім бар. Жоғары қарап көтеріп тұрам. Осы жерде мен көтеру күшім ол дененің ауырлық күшінен Архимед күшін азайтқанға тең болады. Менің көтеру күшім белгілі. F көтеру тең болады. Маған мына жердегі m масса керек. mg. F Архимедті мен ашатын болсам, ол ρ сұйықтық G V дене болады. F көтеруші күш. Мынау масса бізде тастың массасы. Оны мен ρ тастың тығыздығын тастың, яғни V дене көлеміне көбейтем. G бар минус ρ сұйықтық G V дене. Сонда бізге керек нәрсе бұл жерде дененің көлемін табу. Енді F көтеруші күш. Мына жерден дененің көлемін жақшаның ішіне шығар жерем. Мына жерде жақшаның ішінде ρg минус ρ сұйықтық G қалады. Сонда дененің көлемі көтеруші күшті ρg минус ρ сұйықтық G-ға бөлгенге тең. Біздің көтеруші күшіміз 30 ньютон. Ал ρg деп отқанымыз ол ρ тастың тығыздығы 2500. Оны 10-ға көбейтем. Ал бізде сұйықтың тығыздығы су болғандықтан ол 1000-ға тең болады. Көбейтілген 10. Сонда
Ол бізде 0,2 метр куб болады. Ал енді мен тастың массасын табатын болсам, ол ро тастың тығыздығын тастың көлеміне көбейткен тең. Енді біз массасын анықтаған кезде 2500-ді 0,2 көбейтсек 5 килограмм болады. Суы бар зертханалық ыдыста мұздың үлкен кесегі жүзіп жүр. Мұз ери бастағанда ыдыстағы судың деңгейі өзгере ме? Түсіндіріңдер дейді. Ыдыстағы судың деңгейі өзгермейді, ол бізде Архимед күшіне байланысты. Ал енді 10-шы, тығын су бетінде жүзіп жүр. Тығынның үстіне кішкене металл кесегін қойғанымызда тығын суға көбірек батады, бірақ жүзіп жүреді. Түсіндіріңдер, себебі Архимед күші ауырлық күшінен көп болады. Келесі, массасы 100 килограмм, көлемі 0,2 метр куб дене суат бетінде жүзіп жүре ме, әлде батып кете ме дейді. Жалпы, ең бірінші біз Архимед күшін табайық. Осы денеге әсер ететін. Ол ро сұйықтық GV дене. Бізде ро сұйықтығымыз су болғандықтан 1000-ға тең, G 10-ға тең. Ал дененің көлемі 0,2. Бұл деген сөз, сонда 2000 ньютон Архимед күші әрекет етеді. Ал енді осы дененің ауырлық күшін табайық. Ол бізде mg болады. Дененің массасы бізде 100-ге тең, оны 10-ға көбейтем, бұл сонда 1000 ньютон. Енді екеуін салыстырамыз. F Архимед күші мен F ауырлық күшін. Бізде Архимед күші үлкен болады. Сол себепті дене суат бетінде жүзіп жүреді. Келесі, мұздың кесегі бензинде, керосинде, глицеринде жүзіп жүре алама дейді. Бензинде батады, себебі мұз тығыздығы бензин тығызынан көп болады. Ал керосинде батады, себебі мұздың тығыздығы керосин тығызынан көп болады. Глицеринде батпайды, себебі мұз тығыздығы глицерин тығыздығынан аз болады. Соңғы есеп, іші қуыс мышцар суда тепе-теңдікте қалқып жүр. Егер қуыстың көлемі 1775 см куб болса, шардың көлемі. Енді бұл жерде біз ауырлық күшін Архимед күшіне теңестіру арқылы шығарамыз. Біздегі ауырлық күші ол mg-ға тең болады. Ал Архимед күші ро сұйықтық GV. Бізге осы V көлемді табу керек. Ал енді дененің ауырлық күшін тапқан кезде бізде масса белгісіз. Мен массаны бұлай өрнектеймін. Яғни дененің тығыздығы, яғни бізде дене мыс, V деп отқанымыз, ол дененің көлемінен азайтамын қуысының көлемін. Сол кезде менде нақты көлем шығады. Осыны G-ға көбейтем, сонда ро сұйықтық GV болады. Мына жердегі G мен G кетеді. Менде қалған нәрсе ро V минус V қуыс ро сұйықтық V. Маған табу керек V көлемді. Мен мына жерде жақшаны ашам. Ро V минус ро V қуыс тең болады ро сұйықтық V. Бұларды бір бөлек жинаймын, сонда ро V минус ро сұйықтық V мына жаққа өтіп кетеді, плюс боп ро V қуыс. Сонда V тең болады ро V қуыс ро минус ро сұйықтық. Ро деп отқанымыз бізде мыс. Мыстықы 8900. 8900-ді V қуыс ол бізде 17-де 75 10-ның минус 6. Оны бөлемін 8900 азайтылған 1000-ға. Осы кезде шығады менде 20 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі метр куб.